Сәлем достар, Осман телехикаясына түскен Бурак Шириктің өмірі туралы айтамыз, сондықтан лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Бурак Ширик 1992 жылы 21 шілдеде Түркияның Ыстанбұл қаласында қарапайым жұмысшы отбасында өмірге келген. Бала кезінен ол танымал болуды армандады. Сондай-ақ жас жігіт әрқашан өзін жақсы қалыпта ұстау үшін дене жаттығулармен айналысты. Көп ұзамай оның күш-жігері бағаланды. Жас жігіт модельдік агенттікке жұмысқа қабылданып, әртүрлі жарнамалық басылымдарға шықты. Бурак қатысқан алғашқы картина 1996 жылы шыққан Биаш Шоу фильмі болды. Онда актер өзінің тұңғыш рөлін сомдайды. 2012 жылы Бурак Түркияның үздік модель байқауына қатысып жүлделі орынға ие болды. Болашағы зор модель сыйлығымен марапатталды. Бурак модельдік жарыстарға қатысу арқылы көптеген жанкүйер жинады. Түркияның үздік моделі байқауына қатысқан соң байқау бағдарламасы кезінде жас жігітті Қарагүл атты жаңа сериалына актер іздеп жүрген кинорежиссер Мұрат Сарачоғлы байқап қалды. Бурак экрандық сынақтардан өткеннен кейін Сердар рөліне бекітілді. 2016 жылы жас жігіт сүйген кезде өмір әдемі әзіл-оспақ сериалына түседі. 2017 жылы Бурак бірден 4 фильмге шақырту алды. Есепсіз махаббат комедиялық мелодрамасында Жерем рөлінде, Қара Ширек драмасында Эрдем рөлінде, Уәде әскери экшн фильмде Селім рөлінде, Түнгі періштелер криминалдық драмасында жарқырап экранға шықты. 2019 жылы ол Қымбат тарих фильмде Махир бейнесін сомдады. 2020 жылы Конгар кейіпкермен Осман сериалына түсіп, 2022 жылы сериалдағы түсірілімі аяқталды. Жаңадан келген актердің есебінде әзірге онша көп фильм болмаса да, қазірдің өзінде танымал және әрқашан көпшіліктің назарында жүр. 2013 жылы Бурак Ширик пен Айшенер Осканның некесі қиылды. Жастар сұлулық байқауында танысып, олардың арасында жылы қарым-қатынас басталған болатын. Бірақ неке ұзаққа созылмады. 2 жылдан кейін 2015 жылы ерлі-зайыптылар ажырасуға өтініш білдірді. Бурак қазір актриса Ойко Ширикпен қарым-қатынаста. Достар, Бурак Шириктің қысқада нұсқа тарихы осындай. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.